Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сіздерге бүгін мен өзімнің өмірім жайлы айтып бергім келіп отыр. Мен алып қашудың құрбаны болғанмын. Өзім ауылдың қарапайым ғана қызы, қара жұмыспен, егіншілікпен және мал шаруашылығымен айналысқан қызбын. Ата-анам да өте қарапайым болды. Ол кісілер қазірге дейін қара жұмыспен айналысып жүрген адамдар. Жалпы мені қанатқа қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген қыздардың бірімін. Ауылда да барлығы мені сондай бір қара жұмыс істейтін деп ойламайтын, жалпы алғанда. Сөйтіп жүргенде маған айтатын: ешқандай жігітпен жүрмейсің, ешқандай жігітпен сөйлеспейсің деген сияқты. Кейін уақыт өте келе мен оқуды бітірдім, қалаға университетке түстім. Сол кезде бірінші курс оқып жүрген кезде маған көп адамдар құда түсіп келетін үйге. Онда ата-анам маған айтатын: қазір сен жігітті ойлама, неге сен ешкімге байға бермейміз, тұрмысқа шықпайсың деген сияқты сөздер айтатын. Мен де сондай бір сөздерді құлағыма құйып алғанмын. Қандай жігіт келсе де барлығына жоқ деп айтатынмын. Кейіннен екінші курсқа өткен кезім осы бір маған кейін бір жігіт жаза бастады, қоймай түнімен звондап шығатын болды. Оны алмайын десем тағы да звондап мүлдем мен мазамды алатын, жалпы алған кезде. Сөйтіп жүргенде бірінші күні кездесуге шақырды. Ол кезде мүлдем жоқ деп айттым. Сөйтіп екінші рет тағы да кездессек қана мен сенімен сөйлеспеймін деді. Тек қана бір рет қана көрсем болды, сені мүлдем мазаламаймын, саған енді жоламаймын деген сияқты сөздер айтты. Мен оған жарайды деп келісім беріп, бір кафеге шақырды. Сол жерде отырып әңгімелесейік деді. Сөйтіп мен ораза едім ол кезде. Есімде, ораза едім. Мен ештеңе жемеймін деп отырғанда, жарайды онда үйіңе шығарып салайын деп мені шығарып салуға шықтық. Мен ол кісіні көрген кезде мен ойлағанмын, осы кісі менің күйеуім болады ма деген сияқты. Бір шоковый состояние болады адамда. Қарап тұрып ойландым, осы менің күйеуім болса қалай болады екен, мен онымен тұра алам ба деген сияқты ойлар келе бастады ойыма. Сөйтіп жүргенде қарасам әжептәуір жігіт екен. Сөйтіп кафеден шығып солай сыртқа алып шықты. Кейіннен екеуміз жүріп біраз айналып жүрген кезде ол кездегі сөздері барлығы айтты маған. Менің шынайы сезімім бар саған деген үйленетін ниетім де бар деген сияқты көп сөздер айтты. Мен оған мән берген жоқпын. Ой, мен қазір тұрмысқа шықпаймын, менің ата-анам әлі де қарсы бұндайға деген. Ол кісіге солай түсіндірдім. Кейін ол кісі машина жалдап қойған екен. Ол машинаға отырғызып мені үйіңе шығарып саламын деді. Сөйтіп жарайды деп үйге шығарып салуға шыққан кезде бір кісі по пути отырайыншы дегенде қолымен машинаны тоқтатты. Сөйтіп ол кісіні алып алдық. Сөйтсек ол кісі мені қарсылық көрсеткен кезде ұстап отыратын кісі екен. Сөйтіп келе жатырмыз, жол бойында келе жатырмыз. Қарасам, көзіме жас келеді, өзінен өзі жас келеді. Білмеймін, не үшін жылап отырғанымды білмеймін. Бірақ мені алып қашып кетіп жатқанын да білген жоқпын, мен мүлдем білген жоқпын. Сөйтіп көзіме жас келді. Сонда қарасам, жан-жағыма қарасам, басқа бір жерлерде кетіп бара жатырмыз. Сөйтсем, мені сол кезде ойыма келді, мені алып қашып кеткенін. Қатты жыладым, өксідім ана жерде, қарсылық таныттым. Маған қарап жатқан ешкім жоқ. Кейіннен айттым, мен осындай ата-анам ешқандай разылық бермейді деген десем де, жалпы қазақта бар ғой, осы босаған аттап кетсең бақытты болмайсың, бірінші бақ, екінші бақ бейбақ деп сондай сөздерді айта бастады. Енді ішім тола өкініш болды, бекерге шықтым кездесуге деген сияқты. Мен ол кісіні тіпті танымайтын да болдым. Танымаймын ғой сізді деген кезде жаңағы кісіге
мен енді танысамыз ғой, үйленсек деген сияқты сөздер айтты. Бірақ сондай бір жүрегімде қалып қалды ол сөздер. Кейіннен ата-анам рұқсатын бермей мені алып кетеді деп ойладым. Бірақ әке шешем кейін ойлап қарасам білген екен мені алып қашып кететінін, анам білген екен. Сонымен жарайды деп сол күйі қалып кеттім үйде. Аллаға шүкір, қазір 2 балам бар, күйеуім бар. Жалпы айтарым қыздарға негізінен танысып барып, білісіп барып тұрмысқа шыққан дұрыс екен. Себебі сен білесің, қай жерге тұрмысқа шығасың, қандай жерге барасың деген сияқты. Бір көргеннен алып қашып кетуге мен өзім қарсымын. Енді Аллаға шүкір, күйеуім жақсы болып шықты. Ал басқалар ше, мысалға пиғылы арам адамдар бар, иә. Сол сияқты сол қыздарға айтарым, жоқ дей бермей, жігітті көріп, танып, біліп, қай жерде тұратынына дейін, қалай тұратынына дейін біліп алған дұрыс екен. Жалпы қате сөйлеген кезде жерлерім болса, кешірім сұраймын. Себебі мен мүлдем бұндай экранға шығып көрмегенмін. Сол сияқты өзімнің сіңілдеріме ақыл айтқым келді. Егер ата-аналар, апалар, жеңгелер көріп отырсаңыздар, өздеріңіздің қыздарыңызды үнемі бір өзінің қолдарыңызға ұстамай, кішкене бостандыққа жіберіп, жоқ демей, олардың да ойымен санасып, жігітің бар ма деген сияқты сөздерді айтып, қай жерде тұрады, қандай адамдар деген сұрақтарды қою арқылы өз ойын білгендерің жөн деп санаймын. Себебі менің ата-анам үнемі жоқ деген сөзді айтатын, болмайды, жоқ, ұят болады, болмайды деген сияқты. Солай жалпы өмірім өтіп кетті. Аллаға шүкір, қазір жақсы бәрі. Бірақ сондай бір айтқым келді. Сіздерге эфирге шығып айтқым келді да. Сіздермен болған ақерке. Осы каналға лайк басып, тіркеліп, өз ойларыңызды білдіріп отырыңыздар. Себебі мен бұдан кейін өте құнды ақпараттармен бөлісіп отырамын деп шештім. Жалпы үйде отырған анамын, мені қолдап кетіңіздер. Сіздерге алғысым шексіз. Сау болыңыздар, құрметті көрермендерім.